Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 9 сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен 4 тарау мәңгілік ел, мәңгілік мұрат деп аталатын бөлімінің 2 тақырыбын бастаймыз. Тәуелсіздік деген киелі ұғым. Бүгінгі тәуелсіздікті аңсаған ата-бабаларымыз еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігі үшін күресіп келді. Олардың болашақ ұрпақтар үшін ерен ерлігі талай ұрпақтың санасына сәуле болып құйылды. Азаттықты аңсаған тұлғалардың өткеніне, тарихымызға үңілген жазушылардың бірі Қажығали Мұхаметқалиұлы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қажығали Мұхаметқалиұлының «Тар кезең» романы. Сабақта қол жеткізетін оқу мақсатымыз әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Байғанин ауданының құрметті азаматы, аудармашы әрі жазушы Қажығали Мұхаметқалиұлы 1942 жылы 8 желтоқсанда Ақтөбе облысы Байғанин ауданында дүниеге келген. 1965 жылы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін үздік бітірген. Одан кейін Ақтөбе облыстық радио және телевидение комитетінде, облыстық коммунизм жолы газетінде, Қазақстан баспасында, Жұлдыз журналында, Қазақ әдебиеті газетінде редактор, аға редактор, аға әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, Жаңа фильм журналының бас редакторы болған. Кейінгі жылдары Қазақстан Республикасының президенті аппаратында, Таңшолпан журналында қызмет істеген. Оқушылар, мен сіздерге жазушы Қажығали Мұхаметқалиұлының еңбек жолындағы жан-жақтылығы жөнінде айтып өтейін. Бұл мәліметтерді, негізгі деректерді дәптерлеріңізге түртіп алуларыңызды сұраймын. Сырбаз суреткер тырнақ алды туындылары мен аузы дуалы ағаларын елең еткізіп, әдебиет есігін 1960 жылдары еркін аттады. Екінші дүниежүзілік Ұлы Отан соғысының зардаптарын көрген қаламгер сол уақыттың көрінісін қағаз бетіне түсірді. Прозашының қарымды қаламдарынан туған әңгіме хикаяттары ешқандай шашауы жоқ, бас аяғы жинақы, жара оттай жұтынып тұрған көркем дүниелер. Оның прозалық шығармаларында 70-80 жылдардағы ел тіршілігі суреттеліп, қоғамдағы қарапайым тұрмыстық эпизодтар арқылы үлкен әлеуметтік тұрмыстық мәселелерді ұтымды жеткізді. 40-50 жылдардың қытымыр қармауынан құтылып, еркіндіктің дәмін тата бастаған қоғам өкілдерінің мінез-құлықтарындағы жағымсыз өзгерістер, адамдардың ара-қатынасындағы адал достықтың бақталастық пен арамдықтың шырмауына түсуі мінез, ескі достар атты прозалық шығармаларында айқын сезіледі. Қажығали Мұхаметқалиұлы қазақ қоғамының өскелең кезеңіндегі ахуалын дала әуендері, қарымта, қаңтардың қара суық түні, бір мәшине шөп әңгімелерінде қалтқысыз бейнелейді. Оймақтай ғана оқиғаға орасан мағына сыйғыза білетін қаламгер адам санасындағы құбылмалылықтан бастау алатын дәуірлік трагедиялар мен әлеуметтік драмалар өзегін дөп баса алды. Жазушы шетел қаламгерлерінің әңгімелер мен повестер жинағын қазақ тіліне аударды. Қажығали Мұхаметқалиұлының «Тар кезең» романына тоқталатын болсақ, бұл халық тағдыры таразыға түскен қиын кезеңді суреттейтін туынды болып есептеледі. Шығарма мазмұнымен таныспас бұрын роман жанры жайлы мәлімет беріп кетейін. Роман дегеніміз күрделі сюжетті, көбіне қара сөзбен, кейде өлеңмен жазылған кең көлемді эпикалық түр.
Романда өмір құбылыстары, адамдар арасында қарым-қатынас молынан қамтылған композициялық күрделі құрылымнан тұрады. Ол лирика мен драма жанрының сипатында кірігіп отырады. Әңгіме мен повестке қарағанда, онда түрлі оқиғалар жүйесі, сюжеттік желі, қаһармандар қатары кеңінен қамтылады. Роман адамдар тағдырын, замана шындығын суреттеу арқылы дәуір мен қоғамды, салт пен сананы бейнелейді. 17 ғасырдың соңындағы Еділ мен Жайық өзендерінің айналасындағы шұрайлы жайылым жерлерінен айырылуы қазақтардың наразылығын туғыза бастады. Бұл патшалық Ресейдің қазақтарды отарлауының бір әдісі еді. Міне, осындай кезде орыстың отарлық саясатына ең алғаш болып қарсы шыққан батыр, би әрі шешен Сырым Датұлы болды. Сырым бастаған көтерілісте 7000-ға жуық әскер болғандығы айтылды. Осы көтеріліс Сырым Датұлын басты кейіпкер етіп алған Қажығали Мұхаметқалиұлының «Тар кезең» романында кеңірек баяндалады. 20 жылға жуық тақырыпты зерттеген автор 2012 жылы аталған романды кітап етіп шығарады. Қажығали Мұхаметқалиұлының еңбегі зая кетпей, 2014 жылы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанады. Романға автор Қадыр Мырзалидің «Бұл жерде ел ұрандасқан, айғайласқан, бұл жерге жау аяғын байқай басқан, ерліктің етегінен ұстап тұрып, еркіндік сонда алғаш тәй-тәй басқан» деген өлең жолдарын эпиграф ретінде алуында үлкен мән жатыр. Сол Сырым елінде туып, Сырым елінде өсіп өнген ақын ата қоныс, ата мекенінің тарихын осылай еске алады. Әрі эпиграф оқырманға романдағы кешегі өткен тар кезең, алмағайып замандағы елім деп еміренген ерлердің рухынан хабар бергендей әсер қалдырады. Сырым батыр жасы ұлғайған кезінде отарлаушылардың озбыр саясатына қарсы шығып, жерінен айырылып, жайылымсыз қалған патша әкімшілігінен езіп жаншуынан, тонауынан әбден титықтап біткен халықтың наразылығына үн қосып, қарулы күреске шығады. Роман Сібір және Уфа губерниясының генерал-губернаторы болып тағайындалған қазақты орыс әкімшілігінің заңына бағындыруға, елдің тұрмысын бұрынғы шариғат емес, дәстүрлі қазақтың заңымен емес, ата жолмен емес, орыстың заңымен реттеу үшін қазақты орыс билігіне түгел аударамын деп келген Игельстромның өз реформасын құруымен басталады. Казак-орыстар қазақ ауылдарын барымталап ойрандаса, Сырым батырда олардан қалмай күтірлерін шаба бастайды. Оқиға әрмен қарай Сырым батырдың өзіне қарасты елді отарлаушылардың арнайы жазалау жорықтарынан қорғап, қарауындағы елді бұрынғы қоныстарынан көшіріп, жаңа қоныстарға орналастырумен жалғасады. Сырым батыр қарауындағы халықты сенімді елді мекендерге көшіргеннен кейін азаттық үшін күресетін қазақ қолын әскери жауынгершілік жағдайға бейімдеп, дайындаумен дамып, нәтижесінде бірнеше рет қазақ қолы жеңіске жетеді. Сырым дайындығы және олардың бірнеше рет жеңіске жетуі халықтың сенімін күшейтеді. Роман сюжеті шиеленіскен сәтте Ресейдің отарлық билеу жүйесі басшылығының би әрі батыр Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалысымен санасуға мәжбүр болғандығын байқаймыз. Шарықтау шегінде отарлық басқару орындары жіберген кісілерді басқарып келген Орынбор мешітінің бас имамы Ахун Мұхамеджан Хазірет Хұсайыновқа, генерал-губернаторға, сол арқылы Санкт-Петербургтегі патшайымға хат дайындалып жіберіледі. Кіші жүз руларының билері аталып, олардың атынан сенімді өкілі ретінде Сырымның қолы қойылып, мөрі басылады. Шешімінде қарауындағы халқына опасыздық, сатқындық жасап, билігін сақтау үшін Ресейдің жазалаушы әскерлеріне ауылдарды талқандатып, тонатқан Нұралы хан халық кеңесінің шешімімен тақтан тайдырылады. Шығарма соңында Беріш шалдар қарттың
сырымның істеріне сүйсіне де, сынай да қойған сауалдарына Сырым бидің қайтарған жауабы да көп ғасырлық тарихы бар қазақ халқы ұрпақтарының уақыт пен кеңістіктегі адамгершілік, имандылық рухындағы мәңгілік ұстаным бағдарын танытады. Оқушылар, біз романның сюжеттік-композициялық құрылымымен таныс болдық. Ал енді сіздерге шығармадан алынған тірек сөздер мен сөз тіркестері арқылы романға сюжеттік-композициялық талдау жасау тапсырмасын беріп отырмын. Уақыт аяқталды. Құрметті оқушылар, роман мазмұнымен толық танысқан, мені мұқият тыңдаған сіздер үшін тапсырманы орындау қиындық тудырмады деген сенімдемін. Сабақ соңында кері байланыс ретінде сабақта оқу мақсатына қол жеткізе алдыңыз ба? Сабақтың сізге ұнаған немесе қиындық тудырған кезеңі болды ма деген сұрақтарға жауап бере отырып, хабарлама жазуларыңызды сұраймын.